Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен нан жемей жүрсеңіз қандай өзгерістер болатындығын айтатын боламыз. Нан өнімдерінен толықтай бас тартсаңыз, ағзада қандай өзгерістер болатынын білесіз бе? Көбіне нан жегеннен кейін сымбат пен ми жұмысының бұзылуына әкеледі дейді. Расында солай ма, әлде керісінше пайдалы ма? Барлығын айтатын боламын. Нан жемей жүрсеңіз арықтауыңыз мүмкін, бірақ көп салмақ тастамайсыз. Нан ағзаға көмірсулар тасымалдайтын бірден-бір тағам. Бірақ та көмірсуды тек нан өнімдерінен ғана емес, басқа да тағамдардан алуға болады. Нан жемеу арқылы 1-2 келі артық салмақтан арылғанмен май қабаттары орнында қалады. Ал майлар тырнақ пен шаштың, терінің саулығы үшін аса қажет. Сол себепті де нан өнімдерінен тамақтану рационынан мүлде алып тастауға болмайды. Нанды салатпен кептірілген нанмен алмастыруға болатынын естен шығармайық. Энергияңыз азаяды. Көмірсу адамзат баласына энергия сыйлап, өміршеңдігін арттырады екен. Сонымен қатар, нанда жылдам және баяу сіңетін көмірсулар да бар. Мұндай көмірсулар ағзаға бірден энергия беріп, сол мезетте бойына ерекше күш береді. Алайда бұл күш-қуат пен энергия көпке дейін сақталмайды. Егер сіз бөлішкелерді үнемі жейтін болсаңыз, ештеңеге алаңдаудың қажеті жоқ. Ал нан жеуді тоқтатқанда, яғни басқа өніммен алмастырмаған жағдайда әлсіреп қалуыңыз әбден мүмкін. Сол себепті де нанды біртіндеп азайтқан дұрыс. Бойыңызды күйбелеңдік билейді. Күніне 1 бүтін нан жейтіндер оны тамақтану рационынан алып тастағанда қатты қиналады. Нан арқылы алатын энергия азаятын болса, адам ағзасы стресске түседі. Сонымен қатар шаршаңқылық, әлсіздік, күйгелектік те бойыңызды билеп алады. Басыңызда айналуы ғажап емес. Бірақ бірте-бірте ағза нанның орнын алмастырғыштарды тапсаңыз, бұған да үйренетін болады. Сондықтан да сымбатты болғыңыз келсе, ағзаны мұндай өзгерістерге біртіндеп үйреткеніңіз жөн. Кейбір заттардың жетімсіздігі байқалады. Нансыз тамақтана алмайтын жандар өте көп. Әсіресе өте құнарлы ірімшік, май, көкөністермен бірге нан қосып жейтіндер де баршылық. Осындай жандар нанды өз рационынан шығарса, кейбір заттар ағзаға жетіспейді. Сондықтан да нанның орнын немен алмастыруға болатынын ойланып көріңіз. Егер арықтағыңыз келсе және нанды азайтуды ойлап жүрген болсаңыз, мына ас мәзірін пайдалансаңыз болады. Таңғы асқа кез келген ботқа жеуге болады, ал түскі асқа буға піскен ет немесе балық, көкөністер, 1-2 тілім нан. Әсіресе кептірілген нан өте пайдалы болмақ. Кешкі асқа жеміс-жидектер, салат жеуге болады. Құрметті көрермендер, ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Сол себепті каналға тіркеліп, лайк қойып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесіде менен қандай видео күтесіздер, жазып қалдыра кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.